Эфирге қосылдық. Римана ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыңдар? Жақсы. Бүгін тікелей эфирге шығып, жалпы жаңадан келіп жатқан оқырмандармен таныса кетейік, Иә. Біраз болды эфирге шықпағалы. Так, пока. Қосылып жатыр, мінекей. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жазғы демалыстар қалай өтіп жатыр? Қазір жазда балалардың барлығы каникулда, жұмыстар қалай болып жатыр? Негізі уақытты күнді бүйтіп жоспарламаған екен, көпшілігі бір андай үйреншікті графикке үйреніп қалған екен, басқа келесі графикке ауыса алмай қалады екен да. Балалардың да ата-аналар өздерінде режимдерін алдын ала белгілеп қоятын болса, жоспарлап қоятын болса, паркке барамыз, киноға барамыз, сурет саламыз, демаламыз деген сияқты қиындықтар болмайды екен. Өйткені бір адаптация жасаймын дегенше абыржып қалады екен. Өйткені ол өзімнің нем бойынша, практикам бойынша, ата-аналар бойынша ештеңеге үйретмей жатырмын дегендей. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көпшіліктің сұрауы бойынша арт-терапия, өйткені ата-ана мен баланың қарым-қатынасы арт-терапия арқылы баланы таны деп аталатын біздің курстарымыз бар, бұрыннан келе жатқан. Арт-терапия, интенсив курсы бар. Иә, интенсивті курс және велосипедке арналған арт-терапия. Жалпы кейбір адамдар танымауы мүмкін, жалпы ең басында сіз өзіңіз таныстырып өтіңіз. Мен Римана Кольшева, психолог, арт-терапевтпін. Жалпы еңбек өтілім тәжірибем 25 жыл. Енді ол официально, если не официально, қосымша өзім жеке жұмыс жасап жүрген бәрін санағанда 30 жылдан асып кетеді екен. Менде бірақ қана осы бір ғана сала, ол психология. Басқа болмаған негізінде. Өйткені айтады ғой, бұрынғы мамандығыңыз қалай, кейінгі мамандығыңыз қалай, менде бірақ мамандық, ол психология. Бұл мамандық маған ұнайды, өйткені психология деген адамның жанын тану, адамның былайша айтқанда бүкіл психологиясын түсініп білу, адамның жан дүниесіне дұрыс бағыт беру болып саналады. Ал енді өмір болғаннан кейін бізде түрлі жағдаяттар болады. Сабақты 5-ке оқыса да, қызыл дипломға бітірсе де, ол жаңағы несінің бәрі, дипломның бәрі сандықта жататтағы жұмыссыз жүретін жастар болады мысалға. Кейбір балалар болады мүлдем оқымаған, тіпті жаңағы өте сондай биік жетістіктерге, биік қамалдарды бұзып алған деп айтуға болады, қыздар болсын, ұлдар болсын. Бірақ несі колледжден да тіпті 9-дан кейін оқымағандар да бар. Бұл қалай? Бұл адамның психологиясымен байланысты екен. Өйткені адамның санасы 40-қа келсе де, санасы өспей, болмаса өзінің ішкі мені балалық психологиясымен қалып қоятындар болады. Ал енді далада өскеннен кейін, былайша айтқанда аулада өскен балалар болады. Қиындықты өзінің басынан кешіріп, сүрініп, құлап, қателесіп, былайша айтқанда, сондай бір көп өмірдің сабақтарынан, сынақтарынан өтіп, пісіп, жетіліп, былайша айтқанда мықты жаңағы кәсіби маманға айналатындар болады. Бұл да мысалға, сондықтан да біз ата-аналар балаларға қатты бүйтіп қорғап, қанатымыздың астына салып, жел тимесін, жаңағы суық өтіп кетпесін, ыстық өтіп кетпесін басынан деп қатты оған нете беруімізге болмайды, жаңағы қамқорлық жасай беруімізге болмайды. Бала өзінің бір балиғат жасы деп айтады исламда, ал енді бізде айтады 18-ге толғаннан кейін, кәмелеттік жасқа толғаннан кейін деп айтамыз. Кәмелеттік жасқа толғаннан кейін балаларға жақсылап орысша психологияда сөйлеп пинок зат деп. Сондай бір жақсы пинок зат беру керек. Жаңағы бар, өміріңді сүр, өз жаңа қалаған жұмысыңмен айналыс деп. Тіпті ақша сұраса да қарызға беру керек екен. Қайтарасың деп. Яғни жауапкершілікті мойнына артыру керек. Әйтпесем ата-аналар балаларға ақшаны беріп, оның жауапкершілік нетпегеннен кейін, алмағаннан кейін оны қайтару керек екен, балалар түсінбейді. Маған жаңағы 200 мыңға рубашка керек, 150 мыңға кроссовка керек деп, сондай бір ауыздарын ашып, бір өзін
жаңа басқа бір образдағы бір үлкен бір жетістікке жеткен адам секілді көрсеткісі келеді. Бұның бәрі сыртқы фантиктер деп айтады. Орама, жақсы орамалар. Сұрақ келіп жатыр. Сәлеметсіз бе? Арт терапияның ұл балаға 8 жастағы қандай пайдасы бар? Бұл бала адамның танымын, былайша айтқанда ішкі мидағы нейрон талшықтарын жақсы нетеді екен, оятады екен, жұмысын жақсартады. Мысалға бізде жүйке жүйе нерв клеткалары, жалпы біздің жасушаларымыз, ағзамыз, өмірдегі біздің көрген жақсымызды да, жамандымызды да, соңғы нәрсенің бәрі біздің жүйке жүйе нервке әсер етеді. Мысалға қорқыныш болатын болса, я болмаса бір өзінің бір көрген бір кейбір ситуацияны көз алдына елестеп алмай қалса, я болмаса кей балалар болады өзінің жасынан ерте есейген бала болып, ата-анасынан асып жаңағы туылатын балалар болады. Я болмаса қалып туылатындар болады, мысалы балалар айтады ғой, бір балалар болады жаңағы асып туылады, бір ата-аналар болады өзінің заманынан дейді. Мысалға алға кетіп қалған балалар болып жатады. Я болмаса керісінше жаңағы тежеліп кеш санаға, кеш жетіліп, кеш оянатын балалар болады. Сондықтан да егер осының қай санатына жатады балаңыз, міне жазыпты. Мектепте өте бұзық, кешке дейін шағым келеді балалардан, мұғалімнен дейді. Мысалға сондай балалар болады. Қайсына жатады? Егер ол бұзық болса, енді қатты бұзық деп оны біз не алмаймыз. Энергиясы көп. Демек оның потенциал ішкі, энергиясы көп, сол дұрыс дұрыс бағытталмаған ғой. Бағытталмаған. Распределять ету керек, бөлу керек, бөліп қою керек деген сияқты. Спортқа беру керек. Эфирдің басында айттым ғой, бізде қазір каникул басталды. Ата-аналар балалармен қалай жұмыс жасау керек. Бұрынғы постоянно жаңа график үйреніп қалған, мектепке барады, спортқа барады. Қазір бәрі каникулға шықты, түсінбей қалдық дейді. Демек, қазір каникул басталды ма, сіздің жоспарыңыз, графигіңіз қойылуы керек. Мысалға, мынау неге барып жүрген бала, жаңағы жаттығуға барып жүрген болса, жаттығуға қарай барып беру керек. Осы каникулда мына 2 кітапты оқып біту керек. Мысалы, Бауыржан Момышұлының кітабын, я болмаса жаңағы Шерхан Мұртазаның кітабын, осы кітапты жазға дейін жазып оқып біту керек. Я болмаса орысша кітап оқып шықсын, өзін бағытталатын. То есть рухани жағынан да, физикалық тұрғыдан да, мысалға бау-бақша болатын болса, бау-бақшаны егу керек, көмектесу керек. Егер қалада тұратын болсаңыздар, онда паркта жүру керек, көбірек жүру керек. Ауылда ешқандай секция жоқ дейді. Ауылда секция жоқ, бірақ ауылдың жұмысы көп. Жұмысқа салу керек қой, значит, картоп егіңіздер, картоп салыңыздар, помидор егіңіздер деген сияқты, шөбін жұлыңыздар, ауланы тазалаңыздар, жаңағы қоқысты сыртқа шығарыңыздар деген сияқты. Сондай кәдімгі қарапайым жұмыстардың бәрін жасау керек. Өйткені байқайсыз ба, қаланың баласы нәзік, поп-поз болады. Ауылдың баласы кәдімгі күнге күйген шымыр болады. Неге? Өйткені олар жұмысқа кәдімгідей не қылады, әбден пісіп келеді қалаға. Кітап вообще оқымайды, отырып істейтін жұмыс оныкі емес дейді. Қызықтыру керек, яғни сіз ата-ана ретінде сіз подход таба білу керексіз ғой. Баланың мүмкіндігіне қарай. Мысалға, мен саған мынаны жасап беремін, бірақ егер оны осыны жасай алсаң деген сияқты. Мен саған осыны беремін, киноға барасың, я болмаса тағы да бір нәрсе, мороженое әпересің деген сияқты замен не болу керек. Обмен сияқты, Мен саған осыны жасай, мен саған мынаны. Өзің жасаған еңбегіңе қарай несін аласың, жемісін жейсің. Бейнеттің зейнеті деген сияқты, солай. Бір жағынан көбірек диалог құру керек. Ал енді балаға арт-терапия не үшін керек десеңіз, яғни сіз оның ішкі жан дүниесін түсінесіз, оның потенциалын түсінесіз, қай бағытқа қарай қалай бұру керек, соның барлығын суретке түседі, оның барлығы, соның жаңағындай ақпараттарды, мысалы Лимана ханым сізге диагностикада айтып береді, балаңызда потенциалы мынандай нәрсе бар деген сияқты, жалпы суретке қандай ақпарат түседі, соның барлығын Лимана ханым диагностика арқылы айтып бере алатын болады. Яғни өзіңіздің балаңызды түсінесіз, қай бағытқа бұру кереккен өзіңізде не аласыз. Есіме түсіп отыр. Сіз атап айтпай ақ қойын, бір бізге осы арт-терапия қатысушы отбасы бар. Жолдасы да бірінші кезде мән бермей, не ол сурет салу деген деп ұнатпай жүрген. Кейін балалары өзгере бастаған кезде, кәдімгідей, мен де көрейінші, мен де салып көрейінші осы нәрсені деп. Қызығып 5 баласы бар. Ол анамыздың 5 баласы бар.
білесің сен оны? Білем. Иә, сол 5 баланың барлығына бір мынандай А дәптер журнал ашып қойған, ручкалары, бүкіл нелерін бәрін алып берген. Осылай столдың басына отырады, тізіліп, мамасы сурет салып бастайды, кішкентай баласын салдырады, сосын бұзық 2 бала бар арасында, көнбейтін, бір кезде олар да келіп отырады. Сөйтті олар да сурет сала бастайды, олар да бояй бастайды. Ол семейный хобби сияқты, иә? Иә, семейный. Қалай балалар ішіп сала бастайды, суретке не алады. Қалай телевизорға, болмаса телефонға жақындаған кезде кешкісін или түстен кейін мамасы сурет салып өзі бастап отырады, мамасының қасына келеді, мама мен де салайын дейді, ол да отырады. Солай семейный арт-терапияға қатысқан болатын. Сол балалар қазір жақсы бір неге оқуға түсіп, өздері мектептегі жанындағы қосымша мектептер болды, лицей, Назарбаев школа деген сияқты сондай жатып оқитын мектепке оқуға түсіп кетті ол балалар. Да, уж. Иә, қазір кішкентай ғана 4 жасар баласымен ғана жүр, мамасы мен папасы 4 баланды оқуға түсіп кетті. Лицейға түсіп кетті. Сонымен, бірақ енді әрине қаланың басқа қалаларға түсті. Өйткені қай жерге бал өтеді, сол жерге балмен өтеді ғой оларда. Сөйтіп басқа қалада ма? Иә, басқа қалада енді каникулға өткенде балалар келе жатыр деп хабарласып айтып жатыр. Сіздің бұзық балаңыз деп, ана балаңыз деп сөйтіп айтып жатыр. Ол деген керемет жақсы неге жетті деп, жаңа футбол ойнап жатыр екен. Ол жақта жақсы жүлде алып жатыр екен. Тағы бір баласы күреске қатысып жатыр екен. Сол екеуі қайта-қайта шоқыс қалатын еді ғой. Сол арт-терапиядан жақсы көмек болды деп рахметін айтып тұрады әлі де. Сондықтан балаларды бір қызықтыру керек. Мен түсінемін, игеру мүмкін емес. Ұрсып, ұрып, кейде сөйтіп жатады. Онымен нете алмаймыз. Баланың жүрегіне жол табу дейді. Ол анадан артық ешкім жол таба алмайды. Мен сізге бір ғана не айтайын, жаңағы әдіс айтайын. Бала ұйықтап жатқан кезде түнде, үстін жабасыз ғой, келіп қарайсыз ғой, маңдайынан иіскеп қойыңыз, шашынан мен балам ақылды, мен балам сондай ақылды. Бала ұйықтап жатыр дегенмен түп санаға барады ғой. Түп санаға ол жинала береді. Мен балам кәдімгі футболдың несіне келеді, чемпион болады. Мен балам осы кітапты оқып шығып сондай ақылды болды, осы ағасындай болды, мысалы, ел ағасындай болды, осындай батыр атасындай болды деген секілді. Таңертең оянып жатқан кезде де балам айтады ғой, сен оян, сені жаңағы үлкен істер күтіп тұр. Жазушының анасы қалай тәрбиеледі 2 баласын? Айтады ғой, вставай, сынок, тебя великие дела ждут деп. Роквеллердің несі. Анасы сөйтіп айтады екен. Проснись, сынок, тебя великие дела ждут деп. Айтады, какие великие дела деп орнынан тұрады, ол не ол? Өте төмен тұрады. Бүтін аяқ киімі жоқ, кедей. Әлемдегі қазір ең бай. Ең бай, мысалға, балам, сені әлем күтіп тұр. Үлкен ұлы істер детмен жазып жатыр. Саламатсыз ба? Жауа беріңіз, рахмет. Үлкен ұлы істер күтіп тұр сізді, сендерді деп айтады екен. 2 баласы, екеуі де үлкен жетістікке жеткен. Үлкен жетістікке жеткен. Қараңыздаршы, қандай қарапайым ғана бір сөз сияқты, ал бірақ қаншама ұрпақты біз осылай дұрыстап тәрбиелесек, мысалы, қандай үлкен жетістіктерге жетеміз. Мынандай нәрсе бар. Синельниктің кітабын оқығандарыңыз бар ма? Синельниктің «Возлюби свою болезнь» деген. Естіген. Сол жерде айтады. Анаға көп нәрсе бала тәрбиесінде өте маңызды дейді. Көшедегі өтіп бара ішіп кеткен жаңағы алкаш деп айтамыз ғой, маскүнем адамды көріп, ой, маскүнем, оңбаған, түрін құрсын, сасыған, бәлен түген, бәленшенің баласы ішіп кетті, анау деген әңгімені көп айтып, көп жазғыратын болса, өзіңнің балаң соның кармасын алып алады. Кет дейді. То есть соның несін алып алады екен. Өтіп кетеді екен, ана адамға жеңілдік болады дейді. Айтады ғой, мұсылманда да бар ғой. Біреудің артынан өсек айтсаң, соның несін көтересің деп. Дәл солай екен. Наркомандарды обсуждать етсең дейді, жаңа талқыласаң, айтсаң, өсектесең, я болмаса көп айтады ғой, бір жаны кіріп әңгіме айтатын адамдар болады, кейде бір басқа жұмыс жоқта. Сол нәрседе мысалы өзінің жақынына нетеді екен. Сосын қыз тәрбиелеп отырған аналар әсіресе абай сөйлеу керек. Өйткені ол жаңа қызының барған кездегі мысалға несі, барған жеріндегі қыз сондай болып шықпау керек екен. Мысалға қыз баланың бақыты анаға байланысты дейді. Қыз баланың болашағы көпшілігінде ананың тілі мен ананың пейіліне байланысты екен. Осыған мән беруіміз керек. Әкенің тілі мен пейілі баланың болашағына. Кейде болады, ештеңкеге мән бермейтін әкелер болады. Ешқандай жаны ашиды да, қойшы ұйықтай берсін, қойшы жүре берсін, мейлі кішкентай ғой әлі өзім істей салам деп.
бірақ енді масыл болып тәрбиеленеді екен. Мысалға біз бәріміз ақылды болып, көсем болып туылған жоқпыз, құрметті тыңдармандар. Мысалға мен психолог бола тұра, менде де сондай қателіктер бар. Менде балам 3-ке оқыған, мысалға 3-ке оқыды. Бір мұғалім болады, ойба, мен қарауға бетім жоқ, ұялам, жұрттан ұят болды, мына баламды не істеймін мен, ұрам, соғам, бұл баламды қанша нетсем де деп жаңағы ұялғанымнан неге ауылға біреу кетті ма? Жоқ, білмеймін, ашық. Жел ғой, жел ашқан ғой. Біреу ашып кетті, жаңа апай ашып кетті. Ауылға жібердім дейді оқуға. 9-шы сыныптан кейін. Неге десе, айтады, өйткені 3-ке оқу жақсы оқымайды сабақта. Мен өзім мұғаліммін мектепте. Менің балам 3-ке оқу деген не деген, ол ұят менің мысалға дейді. Мен өйткені апай қалай құрметтейді, если мен балам, өз балам 3-ке оқитын болса деп. Олай емес. Өйткені сіз қанша маман болсаңыз да, сіз ол баланың санасын, ол баланың несін мүмкіндігін сіз туған жоқсыз. Ол жаймен баланы мысалға сабағы болмаса да, как нағыз тұлға, нағыз адами қасиетімен, адамгершілігімен тәрбиелеген ол өте маңызды екен. Ұрлық жасамаса, біреуді өтірік айтпаса, жаңағы біреудің несін дүниесін тартып алмаса, осы нәрсе болмаса, адами қасиеті, адамгершілік ол бірінші орында болу керек. Жақсы, аха. Жалпы мына арт-терапияға қатысты менен көп адам сұрап жатыр. Нақты жалпы не береді арт-терапия? Қандай мәселелерді шешуге болады деп жатады, қандай результат болады деп сұрап жатыр. Сол туралы кішкене. Жалпы құрметті бізге қосылып жатқан оқырмандар, сіздердің сұрақтарыңыз болса, Лимана ханымға қоя беріңіздер. Арт-терапияға қатысты сұрақтарыңыз немесе жекеде сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар, Лимана ханым жауап береді. Арт-терапияны мен сондай жақсы көрем. Осы арт-терапияға терапевт болып келгеніме өзім қуанамын. Бұл терапияның жаңа бағыттарын біз ары қарай дамытып, өзімде жұмыс жасап жатырмын. Өйткені қараңыздар, бізде психологияның бағыты өте көп. Психодрама дейді, мысалға, гельштальт терапия дейді, психоанализ дейді. Жалпы көп қой енді бағыттармен, конфликтология дейді мысалға, қарым-қатынас, жаңағы нейдергі фобияны арылту, жаңағы түрлі түпсанамен жұмыс көріп жатсыздар ғой. Қазір психология деген нағыз сауда, нағыз жаңағы бір базар секілді, рынок секілді, бүкіл Инстаграм, бүкіл ненің барлығы осы нені жақсы пайдаланып жатыр, бір кезде оны мойындаған жоқ едім. Неге енді сол қаншама тақырып болсын, қаншама бағыт болсын, мынау арт-терапия соның бар ғой түйінді шешеді ғой. Мынау замок бенен кілт бар емес пе? Мен сол кілт деп қарар едім. Кез келген, мысалға конфликт бар ма сіздің ішіңізде? Арт-терапия арқылы сол конфликт шешуге болады. Сізде мысалға жолыңыз болмай жүр ма? Мысалы қарапайым тілмен айтқанда, ешқандай не іс бастасаңыз да, тірлігіңізді бақыттай алмай жатырсыз да, еш өзіңіздің жолыңыз таппай жатырсыз, арт-терапияға отырыңыз, диагностикада сіз естейсіз, что ваше предназначение, қайсысы, не нәрсесінде. Жалпы мына мидағы шашырап кеткен, мидағы адамның болады ғой, бір ойының бәрі осындай емес, басқа жақта жүрген секілді, күйгелектеніп, абыр жүрген адамдар айтамыз, арт-терапияға успокойтесь, арт-терапияға отырыңыз. Даже не успокойтесь, просто шимайлаңыз, сызыңыз, бояңыз, осы терапияға отырыңыз, жан дүниеңіз тынышталады. Мысалға да, ішкі стресс, қатты бір қиындық болып отыр, жылайсыз, айқайлайсыз, жыртасыз, мысалға жазу, хат жазда, оны жырт, өрте дейді. Бұның бәрін өзін тану жаңағы мектептің программасы. Қазіргі уже адамдарға ол хат жазып, оны жырту деген барлығына бірде көмектесе бермейді. Өйткені айтып жатыр, қаншама хат жаздым, қаншама өртедім деп. Дұрыс, ол да көмектесетін шығар, бірақ кей адамдарға ол көмектеспеуі де мүмкін. Ал енді арт-терапияға келетін болсаңыз, бұл жерде өзіңізді шыңдайсыз, өзіңізді дамытасыз, танымыңызды ашасыз. Ең бірінші тазалану процесі болады ғой негізі. Негатив бар дейміз, өкпе реніш, міне жазып жатыр, өкпе ренішті шығаруға бола ма дейді. Өкпе реніш, ашу ыза, блоктар, тағы не бар? Психоэмоционалды ішкі напряжение болсаңыз, тынышталу. Ана іштей тырысып жүретіндер болады ғой, ана немесе бір мысалы ұзақ уақыттан бері өзінің эмоциясын сыртқа шығармай, ана іште прям жиналып қалатын нелер болады, ситуациялар болады, не істерімді білмеймін, қалай айтарымды білмеймін, қалай жасарымды білмеймін деп жүргендер болады мысалы да.
сол сияқты ішкі жаңағы конфликт айтып жатыр ғой, иә. Міне соның барлығын босатады. Ең алдымен арт-терапия соның ішкі негатив деген сияқты жиналып қалған нәрсенің барлығын босатады. Мына үйде жинаған кезде, уборка жасаған кезде бүкіл жаңағы шаңны қағып, пылесостап, сыпырып сөйтесіз ғой. Сол сияқты бірінші солай әсер етеді. Іштегінің барлығын міне ашуланып қоя беремін дейді. Я осы іштегі нереализованный потенциал дейміз ғой, ашу деген, я. Сіздің қаншама арман мақсаттарыңыз бар болуы мүмкін, я. Соны сіз дұрыс бағыттамаған кезде ашу, ыза, өзіңізге деген көңіл толмаушылық, міне осылардың барлығы ашуландыра береді сізді, я. Осы сізге мысалы бір үлкен бір жоба жасау керек шығар, үлкен бір бизнес бастау керек шығар. Бірақ сіз оны бастауға қорқып жүресіз, өйткені жаныңыздағы адамдар, ой, ол сен қолыңнан келмейді деуі мүмкін, ой, ол өтпейді деуі мүмкін, ой, ол болмайды деуі мүмкін, да, неше түрлі нәрселер бар. Сол энергияның барлығын реттеп, по полочкам қойып береді ең алдымен, я, арт-терапия. Өзіңізді түсінесіз, жаныңыздағы адамдарға деген нелер. Мысалы, мынандай ғой, Хорлан, мен жаңа айтып отырмын ғой, психотерапия, психоанализ не істейді, анализ жасайды, бүкіл историяңды айтуың керек, жылайсың, қайғырасың, соның бәрін іштен анау айтты, мынау мынандай болды, сосын ол маған былай айтты. Сосын барып жаттығулар береді, сол бойынша оны қайталамауға, ол нәрсені переживать етіп бітуің керек. Не пережитая обида, ол қайта надо пережить, например, я. Гельштадт терапияда да сол айтады, Гельштадт жағылмаған деп. Жылдап қатысады, мысалға, да. Ал енді арт-терапияда оның ешқайсында қажеті жоқ. Бұл арт-терапияда сіз сурет салғанда, мысалға, кешегі бізде арт-терапияда бір қыз келіншек салып жатыр, я. Үш суретінде де әкесіне деген және әкесінен бөлек тағы да ер адамдарға деген сенімсіздікпен үлкен реніш. Прям, как сказать, анау не болады ғой, бір ашу болады ғой, ыза, шешілмеген іштегі нәрсе. Сол кәдімгі бойында отыр, зіл болып тұр, алып тұр, содан. Соны жаңа диагностикадан сол көрінеді, сол айтады, менің әке-шешемнің ішкілікке салынуы, ұрып соғуы, одан кейін өзінің ағалары, бауырларының дәл сол әкесінің көрген несін қайталап ішкілікке салынып кету маған өте ауыр дейді. Алып қарасаңыз. Мен оны көрген жоқпын. Мен оны мүлдем танымаймын ол адамды. Терапия қатысып отырған адам. Бірақ сол нәрсе түсіп тұр. Суретке түсіп тұр. Ол сізге мысалы іштеген айтқан да жоқ басында. Айтқан жоқ. Біз оны көрмейміз ғой, бір тек сурет жібереді болды. Чатта мен емес, сен ғана сөйлесіп отырсың. Мен мүлдем сөйлеспеймін ол жақта. Сонда айтады, кейін іштегі реніштерімнен арыла бастадым, жеңілдей бастадым деп. Міне, осы нәрсені мысалға переживать ету үшін расстановка деген бар. Мысалы, расстановка қатысасыз, разбор жасайсыз, психодрама, барлық терапиялар керек, бірақ арт-терапияның бір қызығы осы нәрсенің барлығын ешқандай программасыз керемет етеді. Бұл негізі өте қымбат тұратұғын жаңағы методика. Мысалға, бұл методиканы толық сіз 20 түрлі терапиядан, жаңағы психологиялық терапевтерден өтесіз ғой, сол нәрсені бір ғана, мысалға, арт-терапиямен отработка жасауға болады. Мысалға, бір қатысушыңыз айтты ғой, қанша марафонға қатыстым, қанша семинарға қатыстым, қанша тренингке қатыстым, әлі результатына жете алмай келдім деп. Енді, не деді кеше? Арт-терапияны оқып үйреніп алсам болады ма, нақты көмектесетініне көзім жетті деп жатыр. Сосын жылдап қойып қатысам. Мен арт-терапияға сториске шығарып қойдым ғой, сол кісі, мен жылдап қатысуға дайынмын. Мына курсты түсінген адамға сутегін беріп жатырсыздар деді. Сутегін беріп жатырсыздар деді. Себебі жалпы, қараңыздаршы, бір психологқа келу, бір терапия, бір консультация қанша тұрады? 20 мыңнан жоғары тұрады, біреуі ғана. Ол жерде сіз бір запросты ғана шешуіңіз мүмкін. Өйткені сіз келесіз, мені андай болды, нау болды деп, сол сіз ішіңіздегін айтасыз. Сосын сізге айтады, былай жасаңыз деу мүмкін, сұрақ сөйлесесіздер, бір консультацияның өзі, мысалы, 20 мың деп есептеңіз. Ал сіз
бұл неге қатысасыз, арт-терапияға қатысасыз, методиканы үйренесіз ең алдымен. Сосын біртіндеп ішіңізде қандай мәселелер бар, біртіндеп өзіңіз сурет салу арқылы барлығын жаңағындай кілтпен бүйтіп ашып отырасыз ғой, құлттанып қалған нәрсенің барлығын кілтпен былай ашасыз, былай ашасыз, бір сурет ашасыз, саласыз да, бір кілтті ашасыз, бір сурет ашасыз, тағы да бір мәселенің кілтін ашып жібересіз, тағы да сурет саласыз, тағы да бір мәселені ашып жібересіз. Ал методиканы үйреніп алсаңыз, мінекей қаншама мәселе бар, соның барлығын шешесіз. Бағасын айтыңызшы дейді. Айтасыз ба? Айтыңыз. Курсқа кіру. Иә. Курсқа кіру, оны жеке айтқан дұрыс шығар или? Жоқ, айта берейік. Иә, хорошо. Өйткені менің ойымша бұл қазір мен көріп жатқан жалпы курстардың бағасы 150 мың, 117 мың деген сияқты бағаларды көріп жатырмын мен. Арт-терапия. Ой, арт-терапия емес, кәдімгі басқа курстар, лекциялар, я техникалар болуы мүмкін. Ал оның қасында біздің беріп жатқанымыз шынымен де су тегін сияқты. Арт-терапия қараңыздар, 7 күндік тақырып бар. Бұл интенсивті курс, яғни тез-тез. Бұл арқылай жалғасу керек, иә. 7 күнге 7 тақырып лекция беріледі. Одан бөлек сурет салу методикасы беріледі. Одан бөлек жаңағы тақырыптарды біз чатта сұрақ қоямыз, соларға разбор жасаймыз, е. Одан бөлек Лимана ханым әр суретке диагностика жасайды. Әр диагностика бір консультация деп есептесеңіз болады. Әр диагностика. Радиологияда кетеді. Иә, және де қараңыздар, біздің арт-терапия курсының бір ерекшелігі, мысалы, радиология тақырыбын қозғаймыз. Бұл жерде ана жолы, әке жолы деген сияқты сіздің тегіңізбен де қатысты ақпараттарды қозғаймыз. Сіздің тегіңізге қатысты ақпараттарды терапия жүреді. Енді қараңыз, әр консультация, былайша айтқан кезде, әр консультация 20 мың деп ойлаңыз. 7 күн. Сонда сіз, былайша айтқан кезде, 140 мыңның ақпаратын беріп жатсыз. Былайша айтқан кезде. Одан бөлек жаңағы лекциялар бар. Сіздің арт-терапияға қатысты емес де нелер бересіз? Ақпараттар бересіз. Мінекей, осындай курс бағасы біз қазір 50 мың деп жатырмыз. Өйткені өздеріңіз қараңыздар, қаншама ақпарат беріледі, диагностика, қаншама нелер беріледі, техникалар беріледі. Лимана ханым өзі айтады, былай жасаңыз деген сияқты сізбен сурет жасайды. Және де ең бастысы, сіз мазалап жүрген, мысалы, ашу ыза деп жатырсыздар, реніш деп жатырсыздар, жолым болмайды деп жатырсыздар. Осының барлығын өзіңіз сурет салу арқылы шеше бересіздер. Қашанғы тренингтерге, мысалы, жазып жатыр, қаншама тренингтерге қатыстым, нәтиже жоқ деп жатыр. Қашанғы үстіп тренингтерге қатысып жүре бересіз. Одан да арт-терапияға бір қатысасыз, методикасын үйренесіз де, өзіңізбен және жақындарыңызбен де жұмыс жасап жүре бересіз. Бізде сосын осы курс бар, арт-терапия арқылы баланы таны, балалар психологиясын дамыту, сертификат берілетін және қолына оқу әдістемелік кітапшасы бар, қалай жасау керек. Және ересектерге арналған арт-терапия бар. Міне сұрақтар келіп жатыр. Дәл қазір біз айтқан курс интенсивті арт-терапия, яғни сіз өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Бұл жақта өзіңізге терапия болады. Бұл онлайн болады, ортақ чат болады, видео сабақтар беріледі, и чатта бәріміз сөйлесеміз. Лимана ханым болады, сұрақтарыңызды көреді, жауап береді. Ақшасын арт-терапия, так, мен чатқа неге жазсаңыздар, дайректке жазсаңыздар, мен жауап берем. Хорлан менің атым, мен бергі бетте отырмын. Мен сізге жаңағы дені берем, реквизит беремін. Сол жақтан енеғыласыздар, төлем жасайсыздар. Енді мына жақта сурет қараңыздар. Сурет салып, диагностика білмесең, пайдасы бар ма дейді? Бар. Дәл қазір сіз эфирде отырмыз, дәл қазір бір шимайлап, бір суретті фотосын жере салыңыз, мен сізге қазір диагностика жасап берейін. Дәл қазір. Дәл қазір сурет салыңыздар. Қайда жіберсіңіз? Лимана ханым сіздің
өзіңізге телефоныңыз бар ғой Лимана ханымның несіне дайректіне жіберіңіздер. Себебі арт-терапия парақшасында біз прямой эфирде отырмыз. Лимана ханымның телефоны өзінде тұр. Лимана ханымның парақшасына жіберсеңіз болады. Қараңыздар, онлайн курс бағасын айттық. Диагностиканы үйрену мүмкін бе? Мүмкін. Бұл қараңыздар, Лимана ханым өткізіп жатқан арт-терапия интенсив курсы бар, терапиялық курс бар. Одан бөлек баланы таны, яғни арт-терапия көмегімен бала психологиясын түсіну курсы бар. Яғни сіз ол жерде кішкентай балаға сурет салу әдістерін үйренесіз, және де сол салған суреттеріне диагностиканы жасауды үйренесіз. Одан бөлек ересектерге арналған арт-терапия курсы бар. Ол жерде де ересектердің психологиясын түсінесіз, және де арт-терапия арқылы диагностика жасауды үйренесіз. Ол сертификат беріледі. Ол уже бөлек курс. Бұл бұған қатысы жоқ. Ары қарай өзіңіз жұмыс жасайсыз. Ары қарай жұмыс жасайсыз. Ертең орталық ашып аласыз. Мүмкін мектептегі балалармен жұмыс жасайсыз, өз балаңызбен жұмыс жасайсыз. Сіздің қолыңызда мынандай дайын кітапша болады. Мысалға да диагностиканы жасау үшін сіз мысалға түсіне алмай жатырмын. Ашасыз, мынандай нәрсе деген жауабымен дайын тұрады. Ашасыз да, соған қарап бастап кетсе, кейін сіз өзіңіздің жаттап аласыз, үйреніп аласыз, түсінесіз. Одан кейін ол бізде 3 ай бойы сүйемелдейміз, сопровождение деп айтады. Куратормен бірге сопровождать етіп, сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп, диагностикаңызға тіпті көмектесеміз. Егер үлгермей жатсаңыз, диагностиканы түсіне алмай жатыр, өйткені 1000 сан адам әртүрлі сурет салуы мүмкін ғой. Сопровождение деп айтады оны, диагностиканы көмектесу. Осылай диагностика жасадым, дұрыс па, дұрыс емес па деп. Сол сопровождениесімен бірге кіреді. Сондықтан да бағасы да жақсы болады оның. Бұл енді сіздің болашақ наныңыз ғой. Сіз ол қосымша ол бизнесіңіз деп айтуға да болады. Қазір бұл терапия менен арт академия, арт школа ашып жатыр енді. Ол жаңағы мектепте мұғалім болып істейтіндерге, немесе мектеп психологтарына өте жақсы көмектесетін. Ол уже бөлек. Оған да қатысты сұрақтарыңыз болса, айта беріңіздер. Мені тренингке қатыстым, бірақ результат жоқ дейді. Бауырларыма деген ренжікен сөздері есімнен кетпейді. Бұның барлығына арт-терапия өте жақсы көмектеседі. Қайырлы күн, арт-терапияның шығару жолдарын айтып кетіңізші. Шығару жолы қалай түсінік? Тағы да түсіндіріп айтып кетіңізші, сұрағыңызда. Менде чувство вины бар. Арт-терапия көмектеседі. Ол андай, лишний басыңызды ақпаратпен толтырмайсыз. Нормально. Бізде 3 адам болса да жеткілікті. Жақсылап дайындап шығаруымыз керек маманды ше. Нейрографикамен айырмашылығын айтып өтсеңіз. Нейрографика, мысалға ол қазіргі уақыттағы сіздің ми ашып, адам шаршап тұрады ғой бір. Сол мидағы салмақты түсіруге әсер етеді. Кәдімгі шимайлап сызып отырып, сосын бүйтіп бояйсыз. Білесіз, бұл біздің арт-терапияда да дәл солай. Бірақ ана нейрография біз не жасамайды ғой, диагностика жасап ол жерде біз жасауға болады енді оны да, бірақ анау айтқанда бір қатты әсер етпейді. Ал бұл методиканың бір ерекшелігі, бұның Да Винчидің несі ғой, код Да Винчи. Сол жерден алынған ғой негізінде. Да Винчи неге тағдырға әсер етеді ол кәдімгі. Неге адамның матрицасына кіреді ол. Матрицаға кіру деген бар ол жерде. Неге ол жерде біздің тағдырымызға радиологияға кіреді. Неге ол радиологияға кіріп кетеді? Неге бұны бұрыннан қатысып жүрген адамдар жақсы біледі негізі? Бұл өте сондай бір керемет методика алып қарайтын болсаңыз. Бұрыннан қатысып жүрген бізде қыздар болатын болса, эфирде тыңдап отырған болса, бізге осы неден кейін эфирден кейін не жазсаңыздар, комментарий жасаңыздар, мен қатысқанмын деп жақсы болушы еді. Бір кездері біз уақытша оны тоқтатып демалып, оны ары қарай декретте болып, хорлан декретте болып, мен оған кітабын брошюрасын дайындап шығардым. Осылай бізде кішкене демалыс болды. Әйтпесем бізде қанша 10 мыңға жуық ата-аналар мен ересектер осы терапиядан өтіп, әлі күнге дейін рахмет айтып жатыр. Үй алдық, баяғы мысалға осы қанша терапия қатысқанда түп санамен жұмыс жасағанда да адамдар айтады осы, басқа, мен емес, басқаларға кішкентайлы болды, бизнесім жүрді. Неге? Өйткені біздің ішкі жаңағы блоктармен жұмыс жасау ғой бұл деген, ішкі блоктармен жұмыс жасау.
біздің ішкі бет қысып тұрған, жібермей тұрған, мысалға кедергі болып тұрған дүниелердің барлығын біз не деп жатырмыз, шығарып тастап жатырмыз. Дайрегіңіз көріңізші, сізге хат келді ме или маған жаздыңыз ба, көрейік. Номер мені жазып жібердім. 8778 809 3060 менің номерім, Хорлан деп шығады. Ред бар. Каспи Редпен 3 айға бөліп төлеуге мүмкіндік беріп жатырмыз. Және де біздің осы арт-терапия, осы соңғы шығарғанымыз бар ғой, біз уже 4-ші потокты запускать етіп жатырмыз. Алдыңғы 1-ші, 2-ші, 3-ші потокқа қатысқан біздің қатысушыларымызға 4-ші потокқа қатысуға 50% жеңілдік жасап жатырмыз. Себебі, білесіздер ме, кейде болады, терапияға бірден кіре алмайтындар болады. Өздері кеше мен сөйлесіп жатырмын, 3 сурет, 4 сурет салғанда, 5 сурет салған. 4 суреті просто так сала салғанда, өзіне жердің қараңызшы, мына салған суреттеріңізбен, мына соңғы салған суретіңізді қараңызшы дедім. Расымен де аналарды өтірік әшейін салған едім. Мына суретімде кәдімгідей еңбектендім дейді. Мінеки, сол еңбектеніп салған суреті мықты терапиялық әсер береді. Ана өзіңізде ойласаңыз, тәп-тәп сала салған суреттен тәп-тәп результат шығады былай жатқан кезде. Сондықтан да өзіңізбен жұмыс жасаймын десеңіздер, мен өзіме де кейде арасында. Гүлжамила, сұраңызшы, Гүлжамила маған бір сурет жіберіпті. Карандашпен, ручкамен. Сол шығар, Кузембаева, сол ма? Кузембаева ханым. Гүлжамал жоқ, Оразалиевна, Қазығұрт ауданы дейді. Давайте. Суретін жіберді ғой, Гүлжамила, сіздің психологияңызға келетін болсақ, нені алдына қоятын жоспарды биік қоя алады. Бизнесте несі бар? Бизнес жасауға, жалпы үлкен ақша жасауға неңіз бар, потенциалыңыз бар, мүмкіндігіңіз бар да, негізінде. Ақазандап жатыр ма? Бизнеске нету керек? Бет бұру керек бұл адамға. Кәдімгідей кірісу керек, сосын өзіне сенімді түрде кірісу керек. Кішкене сомнениемен нетіп тұр. Қатты кірісіп кету керек. Өзіне сенімсіздік болып тұр ғой. 24 сағаттың, мысалға, 7 күн бар ғой, біздің аптаның 24 сағаттары, 7 күн бойы сіз 60%-ыңызды осы ойласаңыз да, сөйлесеңде, әрекетінде, барлығы осы бизнеске ден қоятын болса, өйткені тіл байлығы өте жақсы бұл адамның. Жеткізіп айта алады, елестетіп кей адамдар болады, сурет салғанда бір тура сөйлеп тұрған кезде ол картинкасын көріп тұрасың да, сондай адамдар болады. Мына сұрақтары да прям жақсы. Тіл байлығы өте керемет. Бірақ дейді, көңілі келген адамға барып сөйлейді бұл кісі. Көңілі түскен адамға. Енді мен үшін айтып жатырмын, 7-24 деген, 7 мысалы күн, бір аптада 24 сағат сөйлеу керек, тіл. Сөйлеу керек, жеткізу керек, ұялмау керек, қысылмау керек, ақша. Сонда ақша тура сенің қолында деп айтамыз ғой. Өйткені осыған өзін бағыттап келе жатыр. Сосын мысалға бір қандай да бір мәселе болатын болса, проблеманы үлкен деп қарамау керек. Мысалға қарыз бар деп айтайық, бір адамның 5 миллион қарыз бар, 5 мың теңге қарыз бар адам сияқты ойлау керек та ол нәрсені. Легко и просто, жеңіл. Төлеймін ғой деген сияқты, Сосын барып кірісіп кеткен кезде бөліп, мысалы 5 миллионды 5-ке бөлесің, одан кейін мысалға 10-ға бөлесің деген сияқты. Бөліп, қарастыратын болса, ол тез шешіледі. Мысалы ретінде айтып жатқаным. Гүлжамалдың жүрегінде не бар? Кәдімгідей тағдырына әсер еткен үлкен өкпе бар, реніштер бар. Кәдімгідей алдын басып тұрған, кеудесін басып тұрған. Содан арылу керек. Суретті көрсетіп қойыңызшы. Бай көрсетейін. Қараңыздар. Көрініп тұр ма? Кішкене міне, қараңыздар. Мына суретті Лимана ханым қазір сіздерге айтып берді, диагностика айтып берді. Мына суреттің өзінен. Қараңыздар, Ал енді Лимана ханым, мен сізден енгіз көріш, жаңағы арт-терапияның парақшасын көрсетейін да. Лимана ханым, арт-терапия, прямой эфир болып жатыр. Енді қараңыздар, мына жерде суреттерді көрсетейін. Мысалы, мынандай суреттен қаншалықты ақпарат шығады қараңызшы. Мынаның өзінен қаншама ақпарат айтып береді. Жаңағы әшейін
жазып жатыр сізге телефоныңызда. Әшейін ручкамен сала салған суреттің өзінен қаншама ақпарат айтты сіздерге. Қайырлы күнмен де амандасып қояйын. Ал енді ана гель ручкамен прям досконально салған суреттен қаншама ақпарат айтады, және де одан қаншама терапиялық эффект аласыздар. Так, отмена. Так, былай жасап жіберейін деп ана ханымды көрсетіп. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Тағы да сұрақтарыңыз болса, қазір жіберсек бола ма дейді. Жоқ, оны біз жаңа жалпы қалай болатынын түсіндіру үшін. Бір адамға диагностика жасадық. Басқа адам сұрап жатыр ма енді? Жалпы алдағы уақытта менің камерам басқаша қосылып кетті ғой, қызық. Жалпы 15-не арт-терапия бастаймыз. Осы 7 күндік интенсив басталады. Одан кейін осы айда біз жаңағы обучающий курсты бастаймыз, яғни осы арт-терапияны үйрету, сертификат алу деген сияқты курсты бастаймыз. Оған жалпы дайректке жазсаңыздар, мен сіздердің барлықтарыңызға жауап беріп кетемін. Және де біз жаңа курс жасып жатырмыз. Арт-терапия арқылы ақша потогы, қаржы потогын ашу бойынша өте мықты терапиялық курсы жасап жатырмыз. Ол жақта лекциялар болады, ол жақта да сурет саласыздар, яғни ақшаға қатысты блоктардан арыласыз, ақшаны жалпы дұрыс табу, дұрыс жұмсау деген сияқты тақырыптарда өте жақсы мықты тренинг болады. Ол өткен жолы біз эксперимент ретінде бір рет өткіздік осы терапияны. Бізде ол жерде көп адам қатысқан жоқ, 12 адам қатысты. 12 адамның ішінде толық соңына дейін жеткізген жоқ. Бізде кішкене жалқаумыз. Неге бізде ақша жоқ негізі? Жалқаумыз негізінде. Қаншама тапсырмалар беріледі, ақшамен қарым-қатынас бойынша. Сол жаттығуларды жасамайды көпшілігінде, тастап кетеді. Ал енді соңына дейін тиянақты жасаған адамдарымыздың ішінде 6 ғана жасады. 6 адамның 2-і қарыздарының барлығынан құтылып, жақсы үлкен бизнестегі жетістіктері бар. Олар әлі де рахметін айтып, келесі осы семинардың тағы да бір несін күтіп отыр менен. Қайтадан өтуге бола ма? Басында дұрыс соны қадірлемеген екенбіз, соны дұрыс сезінбеген екенбіз деп. Өйткені мен арзан қойдым бағасын, 5000 теңгеден, 5000 теңге аз ақша емес негізінде. Және оған аса не қойған жоқ, көңіл бөлмепті. Ал енді 5000 теңге 5 миллион теңге болып қайтты. Қалай қайтты? Жаңағы үлкен бизнестің несіне жұмысқа кірген, бірі қарызын құтылғанда қалай құтылған. Айтады ғой, мен саған бір нем береді, зекетім бар еді, береді, мен саған берейінші, қиналып жүрсің, осы қарыздан біраз болдым деп. Біраз адамдар зекет ретінде, көмек ретінде ақшасын бергенде жауып тастаған ғой. Өзінен өзі келді де жабылды дейді. Ал осының бір заңдылықтары бар оның да. Сол заңдылықтарын үйренетін болсаңыздар, сонымен жұмыс жасайтын болсаңыздар, бәрі келеді. Енді бұл кәдімгідей үлкен терапиялық тренингтер ғой. Бұл өтеді енді бұл, өйткені бұл кәдімгідей үлкен күш салдық оған біз. Көп адамдар жұмыс жасап. Біртіндеп пост қылып, бүкіл условияларын жазып шығаратын боламыз. Толық ақпараттарды әлі де пост ретінде шығарамыз, бағасын барлығын жазамыз, айтамыз. Басталатын тоже жақында хабарлайтын боламыз. Ендеше эфирді аяқтайық. Жақсы. Сұрақтарыңызға рахмет. Эфирді сақтап қоямыз. Қайталап көрсеңіздер болады. Гүлжамила жазыпты. Мен жүрегіме жақын адаммен сөйлесемін, көп сөйлей бермеймін деп жазыпты. Жаңа мен жібердім деп, мен ауыртпалық әкемнің өмірден қайтқаны маған қатты соққы болды. Мен содан арыла алмай жатырмын дейді. Сол үлкен бір салмақ кәдімгі жүрегіңде басып тұр да, содан шыға алмай тұрсың. Былайша өте потенциалы өте жоғары Гүлжамал. Яғни өзіңіздің сіз энергияңызды, потенциалыңызды қайғыруға, сол жаққа қарай жұмсап жіберіп жатырсыз. Ал сіз ол берілген энергияны жаңа нәрселерге, жаңа бір бизнес ашуға жұмсауыңыз керек. Соны мысалы арт-терапияға қатысу арқылы не қылуға болады?
дұрыс бағыттауға болады өміріңізді жаңағындай. Иә, энергияны дұрыс бөлу. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.